Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жаңғақты болушка дайындайтын боламыз. Сіздермен мөлдір, ал дайындауға жолға кірісеміз. Ол үшін бізге ашытқы, тұз, шекер, сүт, жұмыртқа және сары май қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, онда електен өткізіп, жұмсақ қамыр елейміз. Бетін пищевой пленкамен жауып, орап, көтерілгенше орап қоямыз. Қамырымызды орап қойдық, содан соң ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін жаңғағымызды блендердің көмегімен майдалап аламыз. Майдалап алынған жаңғағымызды корица қосамыз, содан соң шекер, содан соң жұмыртқаның ағын қосып бір келкі масса жасап аламыз. Қамырымыз көтерілген соң алып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жайып алған қамырымызға дайын болған массамызды бір келке етіп жаямыз. Содан соң оны орап, болған соң бір келкі етіп кесіп шығамыз және болушканы айналдырып, әдемілеп формаға келтіреміз. Өте оңай. Содан соң табамызға жайғастырып, бетін жауып қоямыз. 5-10 минуттан соң бетіне жұмыртқаның жағып, 180 градус қызған пешке 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің әдемі жаңғақты болушкамыз дайын. Осындай әдемі жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.